Сәлем бердік достар, бүгін біз ерлерге арналған гүл шоғын дайындаймыз. Букетті нәзік жандыларға ғана сыйлайды деген ол өте қате пікір. Қазір біз қолымда десе энергетик ол халал деп айтпаймын, бірақ халалдан да жұмыс жасаймыз. Қазір біз бұл мужской букетті, ерлерге арналған букетті обязательно перчаткамен, спиртпен қолымызды жақсылап обрабатывать етіп, перчатка киеміз. Ерлерге таптырма сыйлық болып табылады. Қолымызды спиртпен обрабатывать етеміз жақсылап. Оны екі жағында, өйткені жараларымыз болса аштап, менде қазір қолымды кесіп алған ем, ашытып жатыр. Абай болыңыздар. Перчатканы осы спиртпен қолымды обрабатывать етіп барып кимесең, тоже болмайды. Өйткені қолымыздағы шаң перчаткаға кіріп кетсе, тоже қайтып шешіп, қайтып киген сайын кір болады. Осы букетті, ерлерге арналған букетті құрастырған кезінде өзінің бірнеше ережелерін сақтау қажет болады. Видеоны бастамай тұрып, лайк басып, подписка жасап кетіңіз. Ал енді столға барлық керек жарақтың бәрін алып келдік. Мұнда помидор, полностью чили, барлық зат бар. Спиртпен бізде барлық затты әкеліп алдық. Енді мына жерде пиваны обрабатывать етеміз. Марғын алып, сыртын жақсылап сүртіп шығамыз. Обрабатывать етіп полный пиваны. Ерлерге арналған букетті құрастырғанда өзінің бірнеше ережелерін сақтау қажет деп айттым ғой. Сол сияқты бұларға да үлкен ұзын сабақтары бар, гүлдерді араластырған жақсы, ешқандай нәзіктік, пастельдік реңктер болмау қажет. Міне уже тезетте сыртын обрабатывать етіп шықтық. Полный бутылкаларды обработка жасаймыз спиртпен. Гүлдерден, мысалға, сочетать етуге болады. Гладиола, стрелицы, орхидея, дельфинум деген гүлдерді таңдасаңыз болады. Аз танымал, бірақ өте еркекті Вероника антитоголум протея амарелис болып табылады. Ер адамдар прагматик болып келеді, сондықтан гүл шоғына гүлдерден басқа шарап бөтелкесін қосу тамаша идея болып келеді. Мұнда мен слюданы алып, көлечек жасаймыз, как баяғы заманда. Қазірде сататын шығар, ондай апаларды қазір жолықтырып жатқан жоқпын. Семечке сататын еді ғой, қағаздан орап. Бірақ біз слюданы мұны пакеттен орап, прозрачный пакеттен орап жасайтын боламыз. Сондықтан гүл шоғына гүлдерден басқа шарап бөтелкесін қосу тамаша идея болып табылады. Букетті жеуге жарамды болса, одан да жақсы. Адамның жүрегіне жол асқазан арқылы өтеді деген сөз бар емес пе? Міне 60 сантиметрлі слюданы алдыға бөлдік, осылай қырқамыз. Үшінші ереже ол ерлер букетін дайындау алдында хоббиін, ерлердің нені жақсы көретін, қалауын көрсеткеніңіз жақсы. Біз соны дополнить етеміз, арасына қосамыз. Ер адамға гүлді таңдаған кезінде флористке айту керек, оның мінезін, әдеттерін, сонда букет сізді 100%-ға таң қалдырады. Онда скотч 5 мм болып саналады. Осыны қолдансаңыз болады осы көлечекке. Колбасадан біз орама, бекон, ветчина, филе, котлет деймін. Ветчина вакуумда болу керек, главный. Осыларды пайдаланамыз. Мына бізде васаби деп аталады. Дәмі тәтті деп айтпаймын. Арахис васабиде ащы. Любительдерге ұнайды бұл. Осыны салып, әдемілеп бантик жасаймын. Бұл букетті
үйде де жасауға болады. Өзіңіз мен көрсеткендей қылып осы кулечикті айналдырып ішіне өзіңіз қалаған жаңағы арахис саласыз ба, сухофрукты саласыз ба, өзіңіз білесіз. Ерлер сухофрукты жемейді деген сөз жоқ, ерлер де жейді. Мұнда менде икра дәмімен арахис кулечик жасаймыз. Ішінде арахис, икра дәмімен просто. Қаласаңыз голубиканы салып бересіз, қаласаңыз сухофруктаны салып бересіз. Бұл кулечикті жасаған кезінде такой аккуратный болып тұрады. Осылай біз икраны уже бітірдік. Енді бізде шашлык дәмімен арахис бар. Мөлшері 100 граммнан, мына ыдыста өзі 100 граммнан сатылады. 450 теңге тұрады. Пикалини қазіргі қолға алып атқаным. Пикалинini салу үшін шпажкаға, ол үшін дастархан төсеп аламыз. Негізінде бұның бары менде осы сіздерге видео түсіру үшін ғана жасалынған. Бұл ешкімге сатылып жатқан жоқ. Осының бәрі сіздер үшін, сіздерге көрсетуім үшін сатып алдым. Сол үшін сіздер маған лайк, подписка жасасаңыздар, мен қуанып қаламын. Мұнда мен қазір жаңа кулечигім бар ғой, сол кулечигімді мен балыққа да пайдаландым. Сыртын қаптап, скотчпен, чтобы әдемі аккуратны тұру үшін. Осылай кулечикті де пайдалансаңыз болады. Балығыңыз басқа немен иісі шығып тұрмайтын болады. Балықтың иісін өзіңіз де білесіз, қандай иіс шығатынын. Сол үшін кейбіреу ұнатады, кейбіреу ұнатпайды. Колбасамен бірге бұл вяленый балық деп аталынады. Бізде композицияда спиртной болған соң қазір перчатканы шешемін, өйткені маған неудобно скотчпен шпажты байлағанға кішкене неудобно. Сол үшін бір қолымдағы перчатканы шешемін. Өзіңізге де солай ыңғайлы болады. Процесс работы менімен бірге жасап, қарап отырсаңыз, бірге бір жасасаңыз, сол кезінде почувствуйте. Негізінде камераны жоғары жағыма қою керек болған, но почему-то мен алдыма қойыппын. Уже пиваны айналдырып жатырмын. Прямо хайнекен деген сөзіне алып айналдырасыздар. Можете төмен, но ұстамай қалуы мүмкін. Поэтому бір рет скотчты мотать етіп аламыз да, орап аламыз да, келесін кері айналдырамыз скотчты. Жабысқақ жағын өзімізге қаратамыз. Жабысқақ жағын өзімізге қаратып, осылай шпажтарды сол жабысқақ жағына шпажты жабыстырып, артынан скотчтаймыз. Чтобы жақсы ұстап тұратын, біз букет қылып апарамыз. Имейте в виду, неге соншалықты скотчты құртып жатыр десеңіздер, біз бұл эмоция сыйлаймыз да. Эмоция сыйлау үшін біз барып базардан сатып алып жатқан жоқпыз ғой. Базардан сатып алып барып берсеңіз де болады бұл затты. Еш құртылмайды. Но ол букет болмайды. Базардан апарып бересіз, килолап, блоктап апарып бересіз. Оның әсері басқа, бұның әсері басқа. Так что, пожалуйста, комментарийға жазатын ханымдар, мырзалар, біздің өнерімізді, біздің немізді бағалайтын шығарсыздар деген ниеттемін. Мұнда чилиді тоже шпажкаға байлаймыз. Гүл ғып жасауымыз керек қой. Скотчпен мотать етіп. Бізде снеки болып аталады. Снекиді гүл жасаймыз снекиден. Қаласаңыз гүл емес былай әшін екі басын кесіп жасауға да болады. Осылай әдемілеп орап алып, жерге қатты қадасаңыз, өзі жақсы оралады. Бұның бәрі опытпен болады, бір тесттен болмайды. Біріншісінде шашылады, екіншісінде шашылады, бір тесттен болмайды бұның бәрі.
Так что қыздар, есе осындай букетке қызығушылық танытып жатсаңыздар, бірдестен берілмеңіздер. Менде де бірдестен болған жоқ. Сол үшін айтамын. Бірақ, пожалуйста, Инстаграм парақшама ондай видео тегін бер, мынадай видео тегін бер деген сөз жоқ. Мен бұл жерде қай видеоны қаласам, сол видеоны қоямын. Келістік қой, да? То көп адамдар маған уже осы видео салғаныма, осындай видеоны салып жер, мен қарауым керек деген міндет жасап жатыр. Міндет жасамаймыз. Осылай келісіп алайық. Мына менде жылқы еті. Жылқы етінен тоже кептірілген жылқының еті. Мұнда охотничий деп аталады. Сосиски. Көбінше осы сосисканы қолданамыз. Өйткені осының цветі кішкене не яркий. Бұны 3-ке де бөлсеңіз болады, 4-ке де бөлсеңіз болады. Когда 23 февраль, 7 май бізде көп болады, сол кезінде біз 3-ке, 4-ке бөлеміз. Бұның басы ғана керек бізге. Мына жағын тесудің бізге особо қажет жоқ. Колбаса, сосиска өзіңіз қалауыңызша қоясыз. Мұнда менде чечилдің басы қырқып, әдемілеп, тоже шпажқа қадаймыз. Лайк басуды ұмытпаңыздар. Лайк басып, подписка жасауды, комментарий жазуды. Мен сонша еңбектеніп, бұл видеоны түсіргенде мен памятым толып қалды. Мұнда біз чечилді 2-ге бөлеміз. Негізінде менің қазіргі алғаным арзан чечил. Жақсысы ол адыгейский деп аталады. Адыгейскийді есе алсаңыздар, онда жақсы болады. Онда біз уже упаковка жасауды. Негізінде маған дайын нәрсені жасаған ұнайды, дайындап тұрған. Көрдіңіздер ғой, дайындау уақытысы бізде көп уақыт алады, жинағаннан гөрі. Сол үшін бұл енді опыт болған соң шығар, енді упаковка жасау оңай болып тұр маған. Дайындау сәл қиындау болып тұр. Поэтому қыздар, сақтарыңыз таймасын. Бірінші жақсылап мына екеуін қосып аламыз. Мен мына жаңағы балықты үшеуін ортасына пиваны салсам деп жасап жатырмын. Енді өзіңіз білесіздер. Главный бізде бар ғой, мына төбе жағы бірдей болу керек. Сол кезінде қазір бізде нансыз тоже болмайды. Еркектеріміз нансыз болса, тоже жаман болып қалады. Так что нанды қостым мен. Нанымыз бар, колбасамыз бар, барлығы бар. Қазір енді колбасаны саламыз. Тағы да айтам, бұны базардан алып келіп берсеңіз де болады. Бұлай букет жасап берсеңіз де болады. Мен арқасына скотчпен қададым, чтобы жақсы ұстап тұру үшін, шашылып кетпес үшін скотчтадым. Байқадыңыздар ма, бағана біз пиваны обработка жасадық. Не үшін? Потому что мынау сосисканы, біз сосиска открытый. Еще біз сосискаларды кестік, открытый зат. Сол үшін обязательно обработка жасауымыз керек біз. Бізде мақсат мына шпажканы көрсетпеу керек. Шпажканы көрсетпеу үшін әдемі упаковкамен жапамыз оның сыртын. Қазір қойып жатқан красный перец, острый перец. Можете зеленый перец қосуға. Украсить етуге можно фисташка, розмарин, тағы да қандай петрушка, кинза, кім қалай қояды, нені табады, соны қояды. Мен мысалға қазірге розмарин қоямын, помидор қосамын. Помидорды көп қоспаймын, өйткені бұл жай неге
сіздерге көрсету үшін қалай қою жолы. Келесі жолы видеоны төбеден түсіруге тырысамын, өйткені бұл жанынан алған қарама-қарсы. Сіздер қазір қалай шпажды қойғанын көре алмай жатсыздар. Ол үшін менің осы видеомды таратсаңыздар деймін, көрсетсеңіздер адамға. Көп адамдар көрсе, мен сіздерге возможность болады түсіруге. Өйткені бұның бәрі маған тегін келіп жатқан жоқ. Сіздерге көрсету үшін жаңағы канина ғой, бұл кептірілген канина. Жаңа біз пикалинаны роза жасап едік қой, сол розаны қойып жатырмын. Қазір сыр саламыз. Рет-ретімен пикалина, сыр, потом и желтый полосатик деген рыба болады, сушеный, вяленый. Соны саламыз. Қаласаңыз чипсы салсаңыз болады, қаласаңыз соломка деймін, желтый. Түрі көп бұның. Пиваға арналған заттарды салып берсеңіз де болады, только мына колбасаны салмай. Сондай только құрт саласыз, пиваның заттарын жел. Өзіңізге не ұнайды, соны салып бересіз. Мұнда біз упаковканы бітірейін дедік, желтый полосатик салып жатырық арасына. Желтый полосатик деген осындай кішкентай балық болады, сушеный. Только оны ғана қоспай-ақ, можете құрт, анау-мынау салуға. Міне уже бітірдік. Упаковка құлап қалмас үшін екі упаковканы бірін-біріне жабыстырамыз. Липкий жағыменен. И ауыр ғой біздің қазіргі упаковкамыз. Орешкаларды қойдық, балықты қойдық, полный ауыр болып қалды. Міне уже видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Видео ұнаса лайк, комментарий, подписка жасай кетіңіз. Упаковкамыз мәресіне жетті. Аман сау болыңыз.